Бисмиллахир-рахманир-рахим. Барлық мадақ мақтау әлемдердің раббысы болған Аллах тағалаға ғана тән. Альхамдулиллахи роббил аламин, вассалату аля расулина Мухаммадин ва алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз жақындарға сыйлық беру. Сыйлық ол үлкен ілтипатты іс. Бір адаммен екінші адамның жүрегін жалғайтын үлкен көпір. Және де сыйлық қатқан жүректерді жібітіп, ашу ызаны, ренішті басатын қасиеті бар. Асыл дінімізде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Хазіреті Абу Хурайрадан жеткен хадисінде «Тахадау тахаббу» бір-бірлеріңізге сыйлық беріңіздер, бір-бірлеріңізді жақсы көре түсесіздер дейді. Аллах елшісінің тағы бір хадисінде бір-бірлеріңізге сыйлық беріңіздер, онымен сүйіспеншілік артады және жүректегі кірбіңнен айырыласыздар делінеді. Алдымызда келе жатқан Құрбан айт мерекесі және Құрбан айт күндерінде барлық жақсы амалдар еселеніп қабыл болады. Және осы сәтте жақындарыңызға сыйлық беру арқылы, жақындарыңызға дәм татқызу арқылы сіз жүректерге жақындай отырып сүйіспеншілікті арттыра аласыз. Алайда сыйлық беруші және сыйлық алушының алдында дінімізде бірнеше әдептер бар. Соның біріншісі сыйлықты қабыл алу. Аллах елшісі әрдайым өзіне келген сыйлықты қабыл алатын болған. Және хадисінде маған қойдың жан басын сыйлыққа тартса да, қойдың жан басын асып берсе де, мен оны қабылдаймын деген. Яғни, сіз сыйлық алғаннан кейін ол сыйлықты қандай болса да сынамай, сыйлықты берген мұсылман бауырыңызға риза болып, сол сыйлықты қабылдауыңыз шарт. Екінші әдебі осыдан келетін ризашылық білдіру. Сізге сыйлық берген мұсылман бауырыңыз өзінің уақытын, өзінің ойын, сіздің көңіліңізден шығу үшін сыйлық таңдауға арнады. Соны бағалай отыра сыйлықты алған кезде шетке ысырып қоя салу ол әдепсіздіктен. Сыйлықты алғаннан кейін бұл сіздің өміріңізге қандай қажеттіліктеріңізге қажет, қаншалықты ол сізге ұнамды, немесе дәм татқызып асханада болса қандай тәтті тағам екенін айтып отыру ол сіздің бауырыңыздың жүрегіне қатты әсер етеді. Келесі бір әдеп сыйлық берген кезде рияшылдыққа жол бермеу. Сыйлық ол екі адамның бір-біріне деген шын ықыласпен берілетін, жүректен шыққан амал. Сондықтан ол амалды қайта-қайта ескертіп айтып отыру, немесе еске сала беру, жұртқа жария ету, бұл сіздің амалыңыздың Аллах үшін емес, ол бауырыңыз үшін емес, адамдардың алдындағы рия үшін екенін айтады. Сондықтан бұл амалдан аулақ болғаныңыз жөн. Тағы бір айта кететін әдеп, сыйлық берген кезде, егер сіз топқа беретін болсаңыз, бірнеше адамдарға беретін болсаңыз, сол сыйлық таратудағы әділдікте бекем болу. Сыйлықты қайтарып алмау. Сыйлық бір адамнан екінші адамға өткеннен кейін толықтай оның мүлкіне айналады. Сондықтан ол мүлікпен не жасаса да, қайда құртса да оның өзінің жеке ісі. Сол іске араласып, немесе сол нәрсені қайтарып алдыру, ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұнатпаған амал. Сыйлықты сыйлықпен қайтару. Бір адамнан сыйлық алған адам шын жүрекпен сол нәрсеге ризашылығын білдіріп, реті келетін болса, сол сыйлықты сыйлықпен қайтаруға тырысу керек. Алайда сыйлық берген адамның тарапынан сыйлық берген кезде ол адамнан бір нәрсені күту болмау керек. Сыйлықтың қайтарымын күтпеу керек. Сыйлықтың артынан қайтарымын үміт етпеу. Яғни, сыйлық берген адам оның артынан белгілі бір дәрежеге көтерілуді, немесе белгілі бір топ адамның алдында жақсы көрініп қалуы, дегендей басқа да сыйлықты сыйлықпен қайтып алуды үміт етпеу керек. Сыйлықты бергеннен кейін ол жақсы амалы жайлы ұмыта салған дұрыс. Сыйлық беруші адамға қатысты тағы да бір әдебіміз сыйлықты сәйкесінше таңдау. Яғни, үлкен жастағы кәрі апаларға, әжелерге, жас адамдарға арналған косметикалық бұйымдарды біз бере алмаймыз. Себебі, сыйлық берген адам өз еркімен шын жүректен шыққан ықыласы болатын болса, ол сол адамның өмірлік қажеттілігін өтейтін, алдағы қажеттіліктерді өтеп жатқанда осы адамды еске алып, шын жүрегімен сүйіспеншілігі артатындай сыйлықтарды таңдағаны дұрыс. Хадистерде Аллах елшісі яғни шақыруды қабыл алыңыздар және сыйлықтан бас тартпаңыздар деген. Келесі келетін әдебіміз сыйлық берген адамның немесе сыйлық алған адамның дініне, ұлтына қарамау. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы нәрседен қайтарған.
Аллах тағаланың өзі Құранда кітап иелерімен жақсы қарым-қатынаста болуға шақырған. Сондықтан алда келе жатқан мейрамдарымызда жақындарымызға сыйлық беріп, бір-бірімізді қуантып, себепсіз де бір-бірімізді қуантуға тырысайық. Аллах тағала баршамыздың жүрегіміздегі мұсылман бауырларымызға деген сүйіспеншілікті арттырсын.